Мінекей, бісміллә деп, Алла амандығын берсін деп жолға шығып бара жатырмын. Алғашқы жол, автостоппен алғашқы саяхат Астана Бурабай. Сағат түскі уақыт 1-ден 10 кетті. Астанаға қанша келсем де, биыл келгенде ауа райын ескермеппін, ешқандай да бір жылы қалың киім алмаппын. Үстімде көйлек, ішінде футболка, стильге мән бермейміз. Баста кепка. Артында бұлттарды қараңыздаршы, күшті болып тұр. Бүгін кішкене Астанада жел және де бір жаңбыр сіркіреп тұр. Қазір мына жақтан бір алғашқы машинаны тоқтатып көрем. Автостоппен Объезднойға дейін жетіп көрем. Одан кейін келесі Объездной. Содан Алла қаласа Бурабайға дейін тоқтатып көреміз. Қазақстандағы автостоппен саяхат, алғашқы саяхатқа шығу. Қобалжу бар. Қорқыныш та кішкене бар, сәл көреміз енді. Ауа райы сәл қолайсыз болса да, жоспарланған нәрсе жоспарлы түрде болу керек. Соған қарамастан бүгін алғашқы трип жоба, тревел жобаны бастау үшін, қазақ тілді контентті көтеріп, саяхат жасау үшін кетіп бара жатырмын. Арасында орыстың паразит немесе орыстың күнделікті қолданып жүрген сөздері кіріп кетіп жатса, айып етпеңіздер. Қазақ тілді контент деп алып, арасында орысша ұрып жүр ғой деп айтып жүрмеңіздер. Бірінші көшеге, бірінші машинаны тоқтатуға кішкене қалды. В принципе, шамамен бірінші Объезднойға дейін 6 километр жаяуда баруға болады. Бірақ мен уақытты қысқартып кішкене қаланың шетіне шығып кету үшін қаланың ішінде де машина тоқтататын болам. Байқап отырсаңыздар, менің артымда тек қана кішігірім сумка, ешқандай да спальник, палатка, жерге төсейтін құралдар жоқ. Өйткені мен деген тек қана Бурабайға бір күнге, яғни қазір барып кешке қайтып келетін жоспармен кетіп бара жатқандықтан онда ешқандай құрал алмадым. Әйтпесе ноғандай саяхатшы деп ойлап қалмаңыздар. Мінекей қаладан шыға беріс. Солай жалпы. Астана қаласынан шыға беріс жерде немесе Астана қаласынан кіре беріс жерде осындай керемет ескерткіш орнатылған. Мен бұған аялы алақан деп ат қойдым. Керемет қой, қаладан шыға беріс жерде аялдамадан аса бере тоқтатып көрем. Алғашқы машина. Автостоп. Көрем. Қоймеген, бітемеген. Алғашқы 1 минут сәтсіз. A few moments later. Басқасы басқа, қаланың ішінде көлік тоқтату өте қиын. Өйткені мына бір 6 километр жақын жерге айқайлағанын ақша сұрайды. Мен осайынан жаяу келе жатырмын. Объезднойға бір 2 километрдай қалды. 6 километрда общем жаяу жүріп жатырмын. Енді келесі Объездной оңға кетеді, сол жақты көретін боламыз. A few minutes later. Алғашқы Объезднойға жеттім, бірақ келесі Объезднойға дейін машина тоқтаттым. Әзірге ешкім тоқтап жатқан жоқ. Осылай. 2-3 машина өтті, әзірге тоқтаған жоқ. Так, мен Астана Бурабай трассасына келдім. Мына жерде заправкадан өзіме сумен жолға снекер салып алдым. Мінекей керемет жазу, сапар сәтті болсын. Пропускной пункт. Бұл жерде Астана Щучинск трассасы, Қазақстан платный жол екен, ақылы. Содан өтіп барып, машина тоқтататын болам. Міне Астана Көкшетау бағытында автостоп ең алғашқы мені жолдан алып кеткен кісі есімізді. Али Муса деген ағам жол бойынша алып бара жатыр. Бұйырса кереметтей Бурабайға саяхат. Алдағы тура жолдарға мені достары қалдырып жолдарға Бурабай бір сағатты жолға. Қимай сөз. Ауа райы күрт салқындатып кетті. Жаңбыр құйып кетті. Вот это поворот! Менде үстінде ештеңе жоқ, барлығыңыз білесіздер, айтқандай.
but we choose to thinking. Make with me moments. Down my time sadness. Lana don't like this, but we choose to thinking. Make with me moments. Lana don't like this. Make with me moments. Бурабайға дейін бір кішкене 70 шақырымдай қалды. Видті қараңыздар, айналада өте керемет. Аллахтың қалауымен бисмилля деп Бурабайға келдім. Жаңа ғана тоқтатқан автостоптан түсіп, жаймен курорттық жерге қарай демалыс орнына келе жатырмын. Шүкір, бірінші тоқтатқан машинаға отырдым. Тек қобалжумен видео түсірудің ұтып кеткенмін. Бурабайдың аумағына кірдім, бірақ ары қарай әлі 15 километрдай бар. Соған келесі машинаны тоқтатып тұрмын. Әзірге мына жақта барлығы толып келе жатыр. Ассалаумағалейкум, автостоп Бурабайға. Бурабайға бармай, дәкәнсі. Аха. Неге үшін барамын? Бурабайға дейін бір машина тоқтатты. Есіңіз кім болады аға? Нұрбол. Нұрбол деген аға тоқтап, жолай. Мені Бурабай көл жағасында осындай вайб, адамдардың барлығы. Келіп тұрып мынандай керемет көлге қалай суға түспейсің? Керемет пейзажда, керемет жағажайда суға түсіп демалған өте керемет екен. Биылғы жаз. Кешкі Бурабайдың көшелерімен кәдімгідей бір андай керемет ощущение. Күшті Бурабай деген. Солай жалпы Бурабайда қыдырыстап жүр. Мінекей Бурабайда ужин ішіп отыр. Мінекей бүгінгі біздің ужин. Осындай керемет таам. Мінекей оралдық саяхатшы дос балам. Палатка. Кешкі Бурабайда ужин. Баршаңызға қайырлы таң. Мінекей Бурабайда екінші күн бастаймыз, кеттік. Day 2. Сәлем, тағы екінші күн Бурабай. Мінекей артымызда керемет деген жерлер бар. Соларды көретін боламыз. Екінші күн саяхат жалғасуда. Кеттік. Мынандай бір жартасқа келдім. Көрейік. Шығып ең биік шыңына дейін. Хоппа. Бисмилля. Мінекей шыңына келдім. В принципе, кішігірім жартас. Ондай қаттас сауы ештеңе жоқ. Тағы бір кереметте бір үлкен жартас. Соған шығып көреміз. Бізге бәрі қызық, бәрін қараймыз. Көреміз. Тәттік. Көрейік. Мен жағынан. Вообще суға бола ма? Болмай ма? Оған қарағанда не бар?
қасына жақындасам маған жаңғақ лақтыратын секілді. Перекус белки чек болып отыр мына жерде. Ну, поймали дальше. Здесь шашат екен. Көреміз. Керемет гүлді теректер. Міне. Вот вид деген. Қандай, а? Міне. Әрине, соңына шыққан жоқпын биіктігіне. Шығатын қоттап алмайдым. Биік шыңы. Керемет көрініс. Бірақ енді апасын ау. Ажағында өтетін қот жоқ. Мынаған шығып көрем. Так. Бірақ бұл жерде телефон алып тастау керек. Сосын да қайт. ЗТБ мын жаққа дейін келген екен. Міне. Қалаға керемет обзор. Міне Бурабай осындай. 2022 Бурабай тур, Бурабай фест. Меніңше ана колесо обозрениеден қарағанда, осы жерден қарағанда вид күшті ашылатын сияқты. Міне жаңа жартас, ең биік нүкте, төменде адамдар, шетіне қарай жақындау. Осындай мінекей Бурабайдан жалынды. Сәлем Қазақстан. Бұйырса келесі қалаға жол тартамыз. Келесі қала қай жақ болады екен, қай жақта қонады екенбіз. Көреміз. Жартастың басындағы теректерге осындай жіптерді байлап кеткен. Лента жіп. Мінекей. Мына жақта бар, сосын ар жағында тағы бар. Осының мағынасы не, кім біледі екен? Білетіндер болса айтып комментарий жазып кетейік. Біз білмейтіндер біліп жүрейік. Қандай бір өзіндік белгісі, мағынасы бар. Барлығыңызды Бурабайға келіңіздер, демалыңыздар. Демалысқа арналған керемет. Действительно курорттық жер екен. Мынандай биіктіктен басы шықпай ақ қойыңыздар. Ал басы айналмайтын, биіктіктен қорықпайтын адамдар айналған қарау үшін өте керемет жер. Келіңіздер бәріңіз. Жалпы Көкшетау жазды күні міндетті түрде келіп, таудың, көлдің, теректің атмосферасын сезінетін нағыз действительно курорттық жер екен. Өте керемет эмоцияларына, таудың өзінің бір ерекше ауа райы да қандай керемет. Жазда міндетті түрде келіңіздер демалуға. Оқжетпес пен Жұмбақтас тауына жетпес жерде. Мына жақта бір жартасты тау бар. Соның басына шығып көрем. Сақ болмасаңыздар өте қауіпті. Жартасты аяқ. Басына шыққан соң тағы да бір видео салам. Ой, мына табиғатты қараңыздар. Мінекей Жұмбақтас, міне Оқжетпес. Біз анау гостиница жақпен келдік. Барлық мына аяқтың барлығын айналып көресің. Өте керемет. Мінекей. Өте керемет жер. Ары қарай биіктей берем. Міне ең керемет таудың басы. Шың. Жұмбақтас. Оқжетпес. Жақта Көкшенің тауы. Керемет.
барлығы. Өте керемет жер. Мықты. Кайф. Таудың басындағы прям мықты өте. Өте керемет. Келіңіздер, салқын самал жел тамаша. Таудан түскені өте керемет. Мына жерде кішігірім тағы бір жартас бар. Прям демалыс, кайф, ощущение андай бір мощь, прям күшті. Келіңіздер, демалыңыздар. Андай өз-өзіңнің ішіңдегі қуанышың кернеп бір бүкіл қобалжу, шашаудың бәрі фук етіп таудың басында қалып қояды. В общем, стресс дегенді ойламайсың. Таудың бір керемет бір өзінің атмосферасы өзіндегі адамға бір күшті бір эмоция, мотивация сыйлайды. Келіңіздер, так что обязательно келші, сен де келші. Ана Бөлектау дейтін таудан түсіп, мінекей Оқжетпес. Міне жұмбақтас. Мына жақта өзіндік бөлек вайптар, кафешкалар, жағажай, адамдар суға түсіп отыр. Қайық, катамарандар. Өте керемет жалпы. Артында тұрған Оқжетпес тауы, биіктігін мына жерге жазып кететін болам. Оқжетпес тауы. Мына жағында жұмбақтас. Теректердің артынан көрінбейді. Қазір сол жұмбақтасқа баратын боламыз. Ар жақта тұман, жаңбыр, ештеңе көрінбейді. Мына жақтарда да жаңбыр. Барлық қайық, катамарандарды жағаға шақырып жатыр, өйткені жаңбыр қазір құяды деп хабарланып жатыр. Қолайсыздыққа байланысты барлық қайық, катерларды кері шақырып жатыр. Арғы жақтарда қарап тұрсаңыздар, уже жаңбырдан ештеңе көрінбейді, өйткені осыдан тура қарасаңыз, басында келген біздің өткен қонақ үй болатын. Қазір ол жақта дым көрінбейді. Так, жаңбыр ашылды. Ашылғаннан орай мінекей катамаранмен жайлап жұмбақтасқа қарай бағыт боламыз. Мінекей Бурабайдағы аты танымал жұмбақтас тасы, жартасы. Керемет нәрсені осындай адам деуге келе ме, келмей ме білмеймін. Сондай адамдар өткен неше түрлі аттарды жазып, зачем олай керемет нәрсені артында кереметке Оқжетпес. Жұмбақтасты айналып барып тоқтаймыз. Айналып өтеді. Катамараннан түсіп, жұмбақтас жартасына, тауына келдік. Артта баяғы Оқжетпес. Керемет дей. Оппа. Ох, шашымдай. Мінекей осындай. Өте керемет. Мінекей жұмбақтастасы осындай жалпы. Жұмбақтастың ортасында арасында жүрген жайымыз бар. Мінекей керемет. Көріністер, вид, бәрі керемет вообще. Осындай жалпы жұмбақтас Бурабай
2022 Көкшетау барлығы керемет. Сондай әдемі көріністер, селфилар, ақсын, естеліктер, керемет эмоция барлығы өте керемет, мықты, жоғары деңгейде. Сол үшін де барлығыңызға келуге кеңес берейін. Давайте. Бұйырса бірер сағаттан соң Астанаға қайтатын боламын. Барша тамашалағандарыңызға рахмет. Бағана айтып өткен жаңбырдың артынан көрінбеген. Мынау тұрған жерде көріне ме, көрінбей ме? Міне біреу. Міне, ойбай, міне. Оп. Міне, оп, міне. Отель. Бағана жаңбырдың артынан ештеңе көрінген жоқ. Осындай. Мына жақта Көкшенің шыңы көрінеді. Оғы жетпестен. Оғы жетпестен ұзын, просто оғы жетпес бер жағында тұрғасын солай көрінеді. Жұмбақтастың ең биік шыңы, бірақ болмайды ол. Өте қауіпті, опасын. Сондай. Жалпы вайп осындай. Көкшетаудың, Бурабайдың вайпы. Сол үшін де осындай вайптан құр қалмай жазды көңілді өткізіңіздер. Жаңа құйып жаңбыр жауған сияқты. Бұл жаңбыр білінбейді. Барлығын күші ашық тұр. Жаңбыр мүлдем білінбейді. Мүлдем жаумағандай. Өте керемет. Кәм сүйбергім келеді. Жұмбақта салыстан жұмбақ болып көргенмен жағына енді жұмбақ емес екен. Обычный тастар өзіндік бір ерекшелігі, өзіндік бір тарихы бар тас. Оғы жетпестің тарихын кім біледі, соның астына жаза қойыңыздар. Бурабайда болғандар, Бурабайдың тарихын білетіндер, оғы жетпестің, жұмбақ тастың тарихы қандай екен. Жұмбақтастың саяхаты бітіп, жағаға кетіп бара жатырмыз. Жұмбақтас өте керемет екен. Жағаға қайтқанымыз күн деген уже қайнап тұр. Бағана бұлт шығып жаңбыр жауып, күн суытып кетіп еді. Енді қазір күн тіпті жаңбыр жауылмағандай қайнап тұр. Сау бол, жұмбақтас. Мінеке оғы жетпес тауы, оғы жетпес жартасы. Өзіндік тарихы бар. Бірақ уақыттың тапшылығына байланысты, уақыттың бітуіне байланысты біз қайтуымыз керек. Қазір деген біз деген Абылай ханның тағына, Абылай ханның ескерткішіне соғамыз. Өкінішке орай оғы жетпес тауы өте биік. Мінекейіңіз. Бурабай ауданының киелі жерлері оғы жетпес тауы дейді. Онда оғы жетпес тауы ренжімес, біз кірмей соқпай еткенде айналасынан көрдік, өте биік. Так, ар жақта біздер жаңа айтып өткенде Абылай ханның тағына. Сосын ары қарай дальше Астанаға кері қайтатын боламын. Жақсы хабарда. Мынау сол Абылай ханның алаңы, поляна Абылай ханы. Ары қарай ар жағында трон Абылай ханы бар. Қазір соған қарай барамыз. Кеттік, барып көрейік. Мына жақта таулардан көп еш нәрсе жоқ, өте керемет. Бүгіндікке Көкшетау облысында Бурабайда неше рет жаңбыр жауып, неше рет күн ашылды. Өте жиі болып тұратын құбылыс. Жаңбыр бір жауып, бір ашылады. Құйып өтеді, немесе күн ыстық болып кетеді. Міне Абылай хан троны, тағы Абылай ханның
осыған келдік. Мына жерде адамдардың айтуы бойынша бұл дүниені 7 рет айналу керек дейді. Сондай ырым бар дейді. Ол қаншалықты рас екенін білмеймін, белгісіз. Міне жаңа айтқандай, адамдар осы тақты 7 рет айналып жатыр. Не үшін, қандай мақсатта, қандай ниетте екенін білмеймін. 7 рет әйтеуір айналып жатқан адамдар. Мен историясын білмегесін қазір сұрап көремін. Саламатсыз тәте. Бірдеңе сұрасам бола ма? Бұған не үшін 7 рет айналады, білесіз? Желание загадать. Желание загадать? Орындалады. Оған күміс тастайсың. Потом ойлағаның. Жақсы, рахмет тәте. Сау болыңыздар. Демалыстарыңыз жақсы өтсін. Мінекей, естігендеріңіздей бірінші күміс тастап, сосын арманыңды тілеп, сосын соны 7 рет айналу керексің. Сондай бір ырым, суеверие. Бірақ мен сенбеймін. Сенетін жандар болса кешіріңіздер. Мына жерде кереметтей киіз үйлер тігілген, қазақ үй. Және мына жерде кереметтей бір монумент тұр. Міне Поляна Абылайхана, кетіп барамыз. Алда Астанаға бағыттайтын боламыз. Кім айтты биіктер құлатпайды деп, қонған бақ мәңгілік тұрақтайды деп. Кім айтты сүйгенің жылатпайды деп, өмірде бәрі мүмкін. Кейде қараңғы тастай, кейде жарығай, сыналады екен сүйген жанудай. Өмірде бәрі әдемі емес кинодағыдай. Қай жағынан қалай қарасаң да оқ жетпес тауы көрініп тұрады. Кеттік. Алдымнан күн түсіп тұр. Сол үшін де качествоны кішкене жеп жатыр. Жалпы вайптың барлығы осындай мінекей. Өте жанға жайлы, бір тып-тыныш, кереметтей мына теректердің, таудың теректердің атмосферасында кереметті жаяу серуен өте жақсы. Денсаулыққа да пайдалы, адамның өзіне де пайдалы. Жаның, кеудең тынышталып, бір рахаттанып, бір жақсы серпілісте болып қаласың. Көкшетауға, Бурабайға саяхатымды аяқтап, Астанаға бағыт алып барам. Қайтадан Бурабайда жаңбыр басталып жатыр. Автостопта машина тоқтатып жарты сағат тұрдым. Ешқандай көлік тоқтамады. Бірақ жаңбыр басталып бара жатыр. Көреміз. Жаңбыр қатты жауғанға дейін не болады. Тыныштық, таза, табиғаттың таза ауасы. Жаңбырдың, орманның, таудың кереметтей бір ғажап бір сондай. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте керемет. Жалпы әлі жүріп келе жатырмын. Жаңбыр әлі тоқтаған жоқ, әлі жауып тұр. Көреміз. Ешқандай әзірге машина тоқтағысы келмейді. Көкшетау тауы. Менің артымда мына жақта қалды. Ал мен ана жақ трассаға қарай кетіп бара жатырмын. Ол трасса Астана Көкшетау трассасы Е125. Соған дейін жетіп алуға тырысамын. Ол автостоппен саяхаттау деген, көлік арқылы саяхаттау деген бір оңай саяхаттың түрі емес. Ол өзіңді жекпе-жекке шақыру, өз-өзіңмен күресу, өзіңнің ішкі қорқынышыңмен жалпы приключениеге қарсы шығу, приключениені іздеу, оған жету, соның шешімі деген сияқты. Осындай өте қызық.
машина жерде машина тоқтап трассаға дейін алып бара жатыр. Рахмет көп. Кетті, бәрін таста. Кетті, бәрін таста. Кетті, бәрін таста. Кетті, бәрін таста. Щучинск қаласынан шығып бара жатырмын. Нұрсұлтанға дейін 230 шақырым бар. Көреміз. Автостоп тоқтайды, тоқтамайды. Достар, аман есен үйге жеттім. Астана қаласындамын. Бәрі жақсы. Өте керемет демалыс болды. Бурабайға деген саяхат өте мықты, өз деңгейінде өтті. Барлығы жақсы. Жаңа ғана үйге келдім. Астана қаласындамын. Тек бір жолда телефонның қуаты көзі таусылып қалып, ештеңе түсіре алмадым. Бірақ аман есен Астана қаласындағы үйге жеттім. Барлығы керемет, демалыс өте күшті.